Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен сникерс тортының бисквитінің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менің арнамда қалыңыздар. Ал ендеше бастайық. Алдымен құрғақ ыдысқа үй бөлмесіндегі жұмыртқаға тұз қосып, жақсылап миксердің жоғарғы жылдамдығында көпіргенше араластырамыз. Көпірген жұмыртқа массасына аз-аздан қант салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңызда жұмыртқа массасы 2-3 есе ұлғайды. Енді үй бөлмесіндегі температурадағы суды аз-аздан құйып араластыра береміз. Келесі кезекте сұйық майды да аз-аздан құя отырып, миксерді тоқтатпай жоғары жылдамдықта араластыра береміз. Бір ыдысқа ұн, қопсытқыш және какаоны салып араластырып дайындап аламыз. Көпірген жұмыртқа массасына қосып, баяу жылдамдықта араластырамыз. Алдын ала дайындап алған 20 диаметрлік қалыпқа құйып, қызып тұрған 180 градус пеште 35-40 минут пісіреміз. Дайын болғанын ағаш таяқшамен тексереміз. Бисквитіміз дайын болды. Енді қалыптан шығарып, темір торда суытатын боламыз. Суыған бисквитті 3 бөлікке кесеміз. Бисквитімізді бөліп дайындап алдық. Енді тортқа крем дайындағанша құрғап кетпесі үшін пакетке салып тоңазытқышқа қоямыз. Келесі видеода осы бисквиттермен сникерс тортын жасаймыз. Видеоны өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып тіркеліп қойыңыздар.